Сәлеметсіз бе, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздерге 100% табиғи балаларға арналған үйдегі заттардан жасалатын печенье жасаймыз. Осылай шығады бізде. Дәмді печеньелер жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Венчикпен араластырамыз. 100 грамм қантымызды қосамыз. Және ерітілген сары майды қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластырамыз. Келесі ұнтақ жармасын қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Ал енді ұнымызды қосамыз. 1 шай қасық разрыхитель қосамыз. Ұнымызды аз-аздан қосып отырамыз. Шетіндегі ұндарды лопаткамен түсіреміз. Біздің тестамыз қоюланып жатыр. Бізде осылай қоюланған кезде артық ұн қоспаймыз. Үстінен пакетімізді жауып, салқын жерге 20 минутқа қоямыз. Келесі осылай кішкене тестадан алып, қолымызбен домалақтаймыз. Және осындай пішінде шығарамыз. Барлығында осылай істеп шығамыз. Және де менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Жаңа рецепттер үшін қоңыраушаны басамыз. Бізде дәл осы тестамыздан 30 штук печенье шығады. Неге біз дайындап алдық. Қызып тұрған пешімізде 200 градуста пісіріп аламыз. Неге бізде печеньелеріміз пісіп шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер.
балаларға арналған өте дәмді үйде жасалатын печеньелер. Барлықтарыңызға ас болсын.